VMware SXI бұл жерде кішкене ескі нұсқасы. About, баса салайын, көрейік. VMware SXI Client version 1.33.4 дейді. SXI-дің өзінің нұсқасы 6.5. Қазіргі таңда 7.8.9-ға дейін кетіп қалғанына тіпті сенімдімін. Яғни бұл VMware деп аталынатын керемет компания, виртуализациядағы hypervisor. Қазір сұрай салайық, қаншасыншы нұсқада жүр екен? Desktop VMware SXI. Жалпы VMware компаниясы бұл Broadcom деп аталынатын өте үлкен ірі компания сатып алды. Және көп өзгерістер болды. Былай жаза current version. Бүгінгі нұсқасы қайсы екенін қарасақ, енді кішкене интернет баяу жұмыс істеуде. Міне Broadcom компаниясы сатып алды VMware SXI-ды. Бүгінгі таңда міне 8-ші нұсқасы build 25 осылай кетеді екен. Өте ескі, дегенмен бұл осы өте керемет жаңағыдай интерфейсы жұмыс істеуге жалпы керемет, оңай. Жалпы VMware компаниясы бұл виртуализация саласындағы көшбасшылардың нағыз бірі екені түсінікті. Енді бұл жерде айтқым келетіні, мына жерде мысалы HP серверлік машинасы тұр бізде. Ол жерде қазір 12 виртуалды машина қосылған. Бұл жерде процессорына қараймыз. Процессор бұл жерде 83 ГГц-ті көрсетіп тұр, яғни бұл сыйымдылығы дейді. Ал оның қолданып тұрған қазір 24 ГГц. Енді бұл жердегі жедел жадтың көлемі 256 ГБ, серверлік машинада қолданып тұрған 150. Storage, яғни сақтау құрылғылары бұл жерде 8 терабайт жобамен. Оның бос тұрғаны 3/3, ал қолданғаны 4 терабайт. Әрине түсінікті, SXI-ды енді жаңартсақ болады, алайда көп жағдайда, яғни бұл серверлік машинаның жұмыс жасап тұрғанына қараңыздар, 1 жылдан аса уақыт болған. Одан кейін manufacturer дейді, яғни осы құрылғыны шығарушы HP компаниясы қазіргі таңда бұл HP Enterprise болып атында өзгертіп жерді. Бұл жердегі серверлік машинаның моделі HP ProLiant Dell 380 Generation 9. Ол жерде 2 процессор сокеті орнатылған. Ол жерде жаңағы міне 2 сокет, яғни 2 физикалық сервері бар. Оның әрқайсында 18 ядродан, жаңа айтып кеткенде жады 256 оперативтік жедел жады бар. SXI-дің атауы IP мекен жайы, оның біздің желідегі жалпы осындай ақпарат берілген. Яғни HP сервері сол жерде осы гипервайзер орнатылған, виртуалды машинаның 12 орнатылған. Бұл жерде көрсеткім келетіні, міне storage, яғни сақтау құрылғысы 2-ге бөлінеді. Оның ішінде SSD дискілері 8 терабайт. SSD емес қатқыл дискілер, бұл жерде SAS 300 гигабайт. Бұл жерге қарапайым жаңағы бір алғашқы осы гипервайзерді орнату немесе үстінен басайын, міне мына жерде database story'ын басқан кезде, міне 300 гигабайтта бізде ISO файлдар, яғни орнатылатын операциялық жүйелердің имидждерін, кескіндерін сақтаймыз. Сол жерде CentOS, Exchange сервер, Windows серверді көреміз. Бұларда тағы да ескі нұсқалары бірнеше жыл өтіп кетті. Осы жерге мен қазір Ubuntu-ды жүктеймін жаңасын, және мен сіздерге кішкене желі туралы көрсетіп кетейін. Бұл жерде біздің физикалық серверде 4 HP-дің артында 4 Ethernet порты болады, оның әрқайсысы гигабит екеніне сендім, яғни оларда кішкене ескі, бірақ гигабит екеніне сендімін. Одан кейін мысалы ол жерде виртуалды switch, яғни бірнеше виртуалды switch жасаймыз. Бұл жерде 3 switchті көреміз, V-switch 0, 1, 2. Одан кейін физикалық network interface card, әрине міне біреуі қосылмай тұр екен, бұл біз жерде серверлік бөлмеде, яғни 3-еуі қосылған. Әрқайсысы гигабит дуплекс режимінде жұмыс жасап тұр. Так, мына жерде виртуалды kernel network interface card, ол бізді әзірге қызықтырмайды. Firewall ережелері, сондай-ақ TCP/IP stack дейді. Бұл жерде ең қызықтыратыны бізді port group, соның ішінде мысалы VMware external жаңағыдай сыртқа қосылатын қарайық. Мұны қараңыздар, бір физикалық серверге 3 машина бұл жерде қосылған. Бұл жерде Bittrex жүйесі, одан кейін DNS outside виртуалды машинасы және сервер mail қосылған. Мен осы жерге қазір тағы бір машинаны қосамын. Біз қалай жасаймыз? Енді storage-ға келеміз. Осы жерде database store, одан кейін upload жасаймын.
Бұл жерде мен жүктелген файлдардың ішінен міне Ubuntu'ды таңдайын. Open ашамын. Ubuntu қазір жүктелуде. Яғни мен бұны Ubuntu'да ресми сайтынан жүктеп алдым. Енді сол біздің жаңағы downloadsқа түскен файлды, оны біз енді осы виртуалды машинаға, серверлік машинаға жүктеп жатырмын. Бұл жерде енді схема сызатын болсақ, мысалы қазір мен Paint ашып көрейін. Мысалы қараңыздар, мен карандашты алайын. Бізде бір физикалық HP сервері тұр дейік. Одан кейін тағы да оның жанында, енді мен кішкене асығысып отырмын. Яғни HP сервері мынандай, яғни бұл Blade серверлер болады. Одан кейін тағы да төмен жағында бір HP сервер болады. Сосын тағы да төмен жағында мысалы 3-4 HP сервері бар. Соның ішінде біз біреуі осыған қосылып отырмыз. Сол жерде жаңағы біздің hypervisor ESXi орнатылған бірінші, және сол ESXi-дың үстінен 12 виртуалды машина орнатылған. Сол сияқты біздің физикалық тағы бір серверде мысалы, ол жерде де мысалы Proxmox-тың hypervisor орнатылуы мүмкін. Proxmox, және ол жерге де мысалы 10 шақты виртуалды машина орнатылуы мүмкін. Қазір соны мен сіздерге көрсете салайын. Мына машинаны шамал жинай тұрайын. Одан кейін мен осы тағы бір виртуалды машинаға қосылайық. Қазір 1 минут. Осы біздің арнада тағы осы Proxmox жайында да осы жалпы серверлік администратирование желі саласындағы сабақтар бар. Соған бір-бірімен яғни байланысып отыр. Енді бұны білу міндетті емес. Яғни мен сіздерге айтайын деген, міне қараңыздар. Басқа сабақтарда келіп осы жерге жасап жатырмыз. Сол сияқты міне Proxmox hypervisor'ын біз серверлік машинаға орнаттық. Соның үстіне тағы да көптеген операциялық жүйелерді орнатсақ болады. Енді мен бұл виртуалды машинаны жинай тұрайын. Және біздің Ubuntu жүктеліп болып қалды. Paint ашайын, виртуалды машиналарды осылай орнатып жатырмыз. Енді тағы не айтуға болады? Бұл жерде мен не көрсетпекшімін тағы да. Қазір статикалық IP адресті енгіземіз. Одан кейін болашақта мысалы WireGuard VPN немесе OpenVPN-ді осы жерде тест жасап көрейік. Ubuntu жүктелді. Бұл бір қызығы ISO-ның ішіне түспей қалды. Мен ISO папкасын ашып тұрым керек негізі. Қазір былай жасаймыз. Бұны move ISO-ның ішіне жүргізе саламыз. Және ISO-ның ішінде міне бізде Ubuntu сервері пайда болды. Енді close virtual машина, осы жерде жаңа виртуалды машинаны жасаймыз. Next нүктесін басамын. Виртуалды машинаның атын жазыңыз дейді. SRV Ubuntu. Бұл жерде 24-ші нұсқасы болатын. 01 дей салайын. Тағы не жазуға болады бұл жерде? Static IP дей салайын. Өте ұзақ болды, бірақ осындай толық атау бердік. Next нүктесін басамын. Guest операциялық жүйесін таңдаңыз дейді. Бұл жерде бізде Linux операциялық жүйесі орнатылады. Оның нұсқасы kernel, мысалы, Ubuntu 64 биттік деп таңдай салайық. Next нүктесін басамын. Енді бізге қай жерге дискіге орнатқымыз келеді дейді. Біз SSD дискілерге орнатқымыз келеді. Next нүктесін басамын. Енді бұл жерде кішкене берілетін virtual hardware аппараттық жабдықтарды келтірейік. Бұл жерде бір сокет жеткілікті. CPU-ды ашайық. Және CPU бұл жерде қазір былай жасайық. 8 ядро бере салайық. Бір сокетте 8 ядро. Бір сокеттің 8 ядросын аламыз. Одан кейін CPU hot plug дейді. Бұл бізге қажет емес. Reservation жоқ, бізге резерв қою қажет емес. Лимит те қажет емес. Барлығы жеткілікті. Ары қарай аса қатты настройка жасамаймыз. Енді бізге 16 гигабайт көлемінде memory берейік. Ол үшін мен калькуляторды ашайын. Және 1024-ті көбейтейін 16-ға. Тең нүктесін басайын. 16 384. 16 гигабайт операциялық жаңағы жеделжат беремін. Бізде жеделжат жеткілікті. Hard диск қанша бергіңіз келеді дейді. Hard дискке керек, енді бізге жобамен 240 гигабайт бере берейік. Жарайды, IO-дың қажеті жоқ, 480 гигабайт берейік. Бұл жерде 3 терабайттай бізде бос бар. Оның қай жерде орнатылатыны түсінікті. Жаңағы data storage, HP, SSD 8 терабайтта сақталынады. Disk provisioning, яғни дискті қалай біреміз? Scene provisioned деп отырғаны бұл, енді қараңыздар, былай болады. Дискіні мысалы операциялық жүйе орнатып, одан кейін файлдар салу барысында қолдану мүмкін, немесе дискіні бірден бөліп алады. Және оны мысалы eagerly zeroed дегені бұл, мына қараңыздар. Яғни seek
provision яғни бұл дискіні бірден бөліп алады өзіне, операциялық жүйеміз виртуалды дискілерді басқа операциялық жүйелерге қарамайды, өзіне керек 480 гигабайт бірден алады. Қазір бұл кішкене уақыт алатын болады. Сосын бұл жерде eagerly zero дегені, яғни бірден осы дискіні өзіне қажетті жаңағы 0 мен 1-ге нөлдеп тастайды, яғни былайша айтқанда жаңа диск создавать етеді. Ал lazy zero дегені бұл болашақта өзіне керек кезде ғана алады. Біз осы ең жаңағы бізге максималды агрессивті түрде дискіні бірден өзімізге бөліп аламыз, себебі операциялық жүйе болашақта жаңағыдай қатты ойланып, олай ойланбайды, тез жұмыс жасайды. Және бұл сабақ әрине VMware туралы емес, бірақ қосымша сұрақтар туындаса, осы ChatGPT-ға қазір мен де қоямын. Seek provision, eagerly zero жасаймыз, одан кейін бұл жерде input-output limit жасамаймыз, collector location дейді, SCSI controller 0 дейді. Так, бұл жерде осындай сұрақтарды қойсақ болады енді. Controller location. Так, кішкене осы сұрақты қойсақ бәрімізге қызық болуы мүмкін. Мысалы мен былай жазам. VMware 6.5 version нұсқасы, одан кейін Ubuntu 24 server OS installation. Енді бізде келесі сұрақ бұл жерде hard disk config. Осы жерде controller location дейді. Controller location. Мен бұл жерде сенімдімін. Қазір бізге осы default үнсіз түрде нұсқасын таңдауға кеңес береді, бірақ сонда да сұрай салайық. IDE controller 0, IDE controller 1, SCSI controller 0. Жазамыз IDE controller 0. Бұлар ескі болып саналады. IDE controller 1, одан кейін SCSI controller 0, одан кейін SATA controller болды. Менімше SATA controller 0. Енді бұл дискіні жаңағы басқаратын, былайша айтқанда, протокол хаттамалар, осы стандарттар. IDE, SCSI, SATA. Так, SATA controller 0. Бұл жерде былай жасайық, бізге қысқа жауап бердік, short answer дейік. Так, ол қазір ChatGPT бірден түсінеді. VMware 6.5 Ubuntu операциялық жүйесін орнатып жатырмыз. Так, контроллер SCSI 0-ді сізге рекомендация ретінде береміз. Бұл себебі ең үздік көрсеткіш, және ол compatibility, яғни сәйкестігі дейді. Сондықтан осыны таңдауға рұқсат береміз дейді. SCSI 0-ді қалдырамыз. Disk mode dependent, independent. Так, dependent дейді. Бұлай жасасақ, disk mode дейміз. Енді бұлардың disk mode, көре салайық. Кішкене мен өзімде бұл VMware-дің біраз орнатпағалы біраз уақыт болды. Сондықтан мұна жерде disk mode-ды бұндай бар екен, ұмытып кетіппін. Dependent, independent. Dependent деп отырған әрине түсінікті, тәуелді. Одан кейін independent. Бұл жерде тәуелсіз деген сөз. Көрейік, short answer, тағы да қысқа жауап беру керек. Dependent, яғни the VMware disk changes are included in snapshots дейді. Дискідегі жаңағы виртуалды машинаның дискісінде қандай да өзгерістер болса, ол снапшоттарда сақталынады. Сондықтан dependentті қалдырыңыз дейді. Жарайды, дискі түсінікті, 480 гигабайт бердік дискіні. Одан кейін SCSI controller 0-дің логикасы. Бұл жерде SCSI controller logic, SCSI parallel, SAS. Енді осы үшеуін жазуымыз керек. Сондықтан мен notepad ашайын. Так, мына жерге қазір терейік. SCSI controller 0, LSI logic. Тағы да мен бұл жерде сенімдімін. Алдында орнатқан кезде осы LSI parallel logicті нұсқайды. Оның себептері де бар. SAS paravirtual, немесе paravirtual да беру мүмкін. Қазір көрейік. Мына жерде мына бір өнше басалайын. Так, LSI logic parallel, одан кейін LSI logic SCSI. Так, параллель SCSI, SAS, одан кейін paravirtual. Так, SAS paravirtual. SAS, одан кейін paravirtual.
ChatGPT ары қарай түсініп алатынына сендімін. Так, копи қояйық. SCSI контроллер 0-ді ұсынады. Ой, қазір. Бұл жерде other options қазір. Так, SCSI контроллер type LSA logic SAS-ты таңдаңыз дейді. SAS-ты таңдаңыз деген екен. Жарайды. Жақсы, көмектесті деп ойлаймын. Параллель, паравиртуал SAS-ты таңдаңыз дейді. Себебі бұл өте тұрақты және қолдайтын нұсқасы дейді. Жақсы, USB контроллер болса, ол жерде екінші нұсқаны пайдаланады. Енді network адаптерге келеміз. Желі адаптері біз external сыртқа қосамыз. Себебі біз статикалық IP адрес береміз. Одан соң ұзақтан қосыламыз бұған SSH-пен. Так, енді SSD дискіні көрсетіңіз дейді. Datastore ISO файлдарының ішіне біз өзімізге керек Ubuntu-ды таңдаймыз. Select, одан кейін так Datastore ISO файлды. Так, Ubuntu-ды көрсеттік. Так, бәрі тамаша. Біз демек барлығын бердік. Желілік картаны қостық, дискіні қостық, жад бердік, процессор бердік. Осымен біздің виртуалдық машина жұмыс жасау керек. Ары қарай қосымша опшындар бар. Бұл жерде VMware toolды орнату, power management, boot options, яғни оның бәрін үнсіз түрде қалдырайық. Так, басқаларын енді түртпей қояйық. Әзірге бізге детальді қарау қажет емес. Бұл жерде сабақ тест ретінде отыр, бірақ сіздер болашақта орнатып жатсаңыздар, кейбір осындай детальдарын қарастырып, ChatGPT-ден сұрап, немесе осы VMware құжаттамасымен танысқан дұрыс. Next нүктесін басамын. Міне бізде қорытынды нәтижені берді. Мен қазір мысалы мынаны көшіріп алуға да мүмкіндігім бар, қараңыздар. Одан соң қазіргі заманның енді бір кереметі, ChatGPT-ға бәріміз әбден үйреніп жатырмыз. ChatGPT-ға қоя салам осы. Мына жерге жазам, қорытынды. Енді ChatGPT өзі бірнеше оқып шығады. Сервер Ubuntu Static IP, Datastore, Guest OC, анау. Так, оқыды. Is it fine деп сұрай салайын. Мына жерде. Мынау өз жаңағы таңдаған барлығы өте тамаша, дұрыс, және Ubuntu 24 серверіне сәйкес келеді дейді. Барлығы жасыл белгімен қойылды. Енді next нүктесін finish'ті басамын. Қазір бізде мына жерде міне 400 гигабайт операциялық жүйеге, яғни қатқыл дискіге 400 гигабайт көлемінде диск бөлінуде. Ол жерде creating virtual machine дайын болды. Сервер виртуалдық Ubuntu машинамызды жасап болды. Power on нүктесін басайық. Виртуалды машина іске қосылуда. Мониторды үстінен басамын. Так, енді бізге осы жерде кішкене клавиатурамен жұмыс істеу керек. Ары бері. Так, жаңағы жадты тексерсек болады, немесе Ubuntu серверді орнатуға болады. Ubuntu серверді орнатуға тырысамыз. Процесс басталды. Енді не жазатынын көрейік. Так, мына жерде мен виртуалды машинадан шығу үшін Ctrl-Alt нүктесін басамын, ал виртуалды машинаның үстіне мышкамен кіру үшін үстінен басып мышканы басамын. Кішкене терезені үлкейтейін. Одан соң бір нәрсе, бұл жерде виртуалды машинаны қазір біз мына жерде ары бері жылжытқанның өзінде мына браузерден шығып кете алмаймыз. Оны қосымша, мысалы, мына жердегі терезелерді пайдалансақ болады. Мысалы, бөлек терезе ашу, кішірейту, оны оң жаққа, сол жаққа, немесе барынша үлкейту. Үлкейтіп көрейік. Так, үлкейткен тым жақсы болды деп ойламаймын. Escape нүктесін басайық. Әрине бұл жерде жазуларды оқи алмаймыз, бірақ барлығы жасылмен окей деп басылып жатқанын көреміз. Яғни Ubuntu сервері орнатылуы ойдағыдай өтуде. Енді кішкене күтейік, не жазылатынын көрейік. Қазір біз былай жасаймыз. Ubuntu орнатылған соң оған жаңа қолданушын енгіземіз. Одан кейін не істейміз? SSH доступ аламыз. Ол жерде операциялық жүйені кішкене жаңартамыз. Так, мына жерде бізде сұрақтар болса, ChatGPT-ден қосымша сұрап отырайық. Жаңағы SSH мысалы қалай қосам, ол жерде IP адресті қалай берем деген сияқты көрініп тұру үшін. Так, бұл жерде. Так, мына жерде таңдап
қош келдіңіз дейді. Енді үлкейтсек болатын сияқты. Көрейік. Welcome, добро пожаловать, тілді таңдаңыз дейді. Және enter нүктесін басыңыз дейді. Мен қазір мышкамен бір рет үстінен басайын, одан кейін пернетақтамен ары бері жылжимын. Мен ағылшын тілін қалдырамын. Одан кейін keyboardты таңдаңыз дейді. Мен бұл жерде English US, яғни ағылшын тіліндегі layoutты қалдырамын. Done нүктесін басамын, жасылды төмен жақтағы. Одан кейін бұл жерде сіз не істегіңіз келеді дейді. Сіз қандай орнату нұсқасын таңдайсыз? Ubuntu сервер, бұл жерде the default install contains деп тұр, ең бірінші тұрғаны. Яғни бұл бізге GUI береді, graphical user interface. Ал енді төмен жағында Ubuntu сервер minimized, бұл small runtime footprint дейді. Бұл жерде жаңағы кішкене жоғары жылжайық. Міне Ubuntu сервер, яғни мына жерде Ubuntu сервер бізге осы негізі осыны орнатсақ бізге GUI-ді береді. Ал бірақ маған қазір GUI керек пе деген сұрақ туындап тұр. Так, additional options. Ubuntu server minimized. This version has been customized to have a small runtime footprint. Login дейді. Ол жерде адамдар кірмейді. Жарайды, бізге қазір енді кішкене оқуға оңай болу үшін қазір Ubuntu сервердің осы default графикалық интерфейс бар нүктесін таңдай берейік. Және done нүктесін басайын. Ethernet портты настройка жасаңыз дейді. Бұл жерде так, қазір кішкене көрейік жоғары барып. Бір қызығы бізде network connection қосыла алмай тұр. Олай болса IP версия 4-ді editке басамын. Так, disable етеді. Неге disable бұл? Так, таңдайық. Бұл жерде қолмен енгіземіз. Яғни мен қазір IP адресті қолмен енгіземін. Бұл жерде біздің IP адрес статикалық IP адрес болады. Мен оны қазір тауып алайын. Одан кейін қайта келемін. Статикалық IP адресті мен жазып алдым. Қазір мына жерге тереміз. Бұл жерде бірінші subnet. Ubuntu барлығын автоматты түрде біліп қойып отыр. Және менің қатемді нұсқауда. Бұл жерде subnetті енгіздім. Одан кейін адресті енгізем. Одан кейін gateway шлюзді көрсетемін. Name серверлерді енгізейін. Бұл жерде мен Google-дың DNS серверлерін енгізейін. Так, search domains дейді. Қандай да бір домендерді іздесек болады екен. Бізге ол қажет емес. Арқарай save нүктесін басайын. Қазір көрейік. Статикалық IP адресі енгізілді. Одан кейін төмен жағында applying changes. Өзгертулерді қабылдады. Енді мен төмен қарай түсемін. Done нүктесін басамын. Бұл жерде мен Ubuntu серверіне статикалық IP адрес бердім. Бұл жерде біз Ubuntu серверіне VPS жаңағы серверлерді сатып алатын болсақ, virtual private сервер, мысалы хостер компаниялар бар, хостинг жасайтын. Сол жерде виртуалды серверді сатып алатын болсақ, сол жерде статикалық IP адрес болады, Ubuntu орнатылған болады. Соған мысалы ұзақтан SSH-пен кіру, оны басқару, жалпы сондай ұқсастық. Бұл жерде прокси сервер бізде болмайды, сондықтан done нүктесін басамын. Мына жерде міне http kz-archive ubuntu.com, одан кейін Ubuntu деген папка қалтаны іздеуде. Mirror location is being tested дейді. Қазір тесттеу жұмыстары жүруде. Егер бізде интернет байланысы болса, онда міне жаңартулар, орнатулар жүргізілуде. Одан кейін қараңыз, тест сәтті өтті дейді. Get one деп тұрғаны бұл жерде Ubuntu-дың пакеттерін, жаңағы бума жиындарын, программалық кодтарды жүктеуде. Одан кейін get командасы арқылы сұрауда. Fetch деп тұрғаны, яғни ол өзіне керек ақпаратты алды деген сөз. 2 секунд ішінде. Енді осы mirror-дағы, яғни зеркалада айналарында орнатылған ақпаратты қазір сол жердегі пакеттердің тізімін оқуда. Кішкене күтейік, жылдамдық интернеттің жақсы болу керек, сондықтан тез оқу керек деп ойлаймын. Reading package lists. This mirror location passed test дейді, жоғары жағында. Күтейік. Так. Немесе мен done нүктесін басам ба төмен жағында. Так. Сабақ өткізіп отырып, одан кейін Ubuntu-ды қарапайым орнатқан кезде екі түрлі жағдай. Кішкене әдетте бұл жерде ешнәрсе болмауы мүмкін. Жарайды, done нүктесін басайын. Егер ары қарай өзіміз жаңағы
жаңартулар жасай жатамыз. Так, енді storage'ді сақтау құрылғысын жаңағыдай баптаңыз дейді. Бұл жерде барлық дискіні қолданамыз. Одан кейін міне ол қай жерге маунтинг жасалынатыны def, одан кейін SDA. Def SDA папкасы жергілікті диск 480 гигабайт. Осы дискіні LVM группқа орнатыңыз дейді. Оны қалдырамыз. Одан кейін бұл жерде шифрлау қажет пе дейді. Жоқ, біз дискімізді шифрламаймыз. Төмен қарай түсеміз. Custom storage layout дейді. Ол да бізге керек емес. Бізге ең қарапайым осы дискіні, бүкіл дискіні бір volume, яғни бір дискілік аумақ ретінде сақтап, оны LVM группқа қосамыз. Одан кейін done нүктесін басамыз. Енді бұл жерде қорытындысы шықты. Мысалы, осыны көшіріп ала алсақ егер, оны ChatGPT-ға берсек болатын еді. Жарайды, мен сенімдімін дұрыс екеніне, сондықтан мен done нүктесін басамын. Так, selecting continue below, яғни осыны таңдасаңыз, ол жерде жаңағы дискіңізде бұрын қандай да бір файлдар болатын болса, оның барлығы жойылады, себебі дискі форматталады дейді. Сіз бұрынғы файлдарыңызды және осы алдыңғы скринға бара алмайсыз, сондықтан сенімді болсаңыз continue нүктесін басыңыз дейді. Мен сенімдімін, continue нүктесін басамын. Енді бұл жерде дискі қазір Ubuntu арт жақта орнатылуда. Бұл сол кезде бізге жаңағы міне ағылшын тілінде жазған, оқып кетейік. Enter is a username and password. Сіз жүйеге кіретін жаңағы қолданушы және оның паролін енгізіңіз дейді. Және болашақта сіз SSH accessті кейінірек қалыпқа келтіре аласыз дейді. Бірақ осы жерде берілген password ол sudo командалары үшін қажет. Сіздің атыңыз кім дейді? Біз бұл жерге BIC дегенді таңдайық. Pick your server name дейді. Осы сервердің аты. Бұл сервердің аты SRV Ubuntu 24.0.1 дей салайын. Так, pick a username дейді. Қолданушы атын таңдаңыз дейді. Бұл жерде тағы да bigті таңдаймын және пароль қойыңыз дейді. Жарайды, мен бұл жерге қандай да бір пароль қояйын. Өзім бұлай жиі қолданатын және сабаққа жарамды. Так. Ubuntu өте ақылды болып кетті. Міне бірден қате теріп атсам, қазір ол бір нәрсені дұрыс жасамай жатсыз деп көрсетуде. Окей, парольді тердім, атын тердім. Бұл бізге root user болады. Яғни root емес, username big болады. Одан кейін жаңағы sudo командасын төмен жағында келтірілген парольмен, яғни толық администраторлық иеміз. Жалпы қараңыз, осы жерде кішкене түсіндіріп кетейін. Асықсуым қажет жоқ. Қараңыздар, ioname дегені енді әрине түсінікті. Жүйеге кіретін адамның қолданушысы, сервердің атын бердік. Одан кейін тағы да таңдаңыз деп тұрған, бұл осы жүйеге кіретін қолданушының аты. Екеуін бірдей қылсаңыз жақсы болады. Ұмытып қалмай, шатаспайсыз. Одан кейін парольді қойдық, ешқандай қиындық жоқ, done нүктесін басамыз. Так, енді сіз Open SSH сервер пакетжді бірден орнатсаңыз болады дейді. Осы арқылы сіз ұзақтан компьютерге қауіпсіз қосыла аласыз дейді. Тамаша, керемет. Бұл бізге SSH жаңағы протоколын Open SSH пакеттерін орнатуға мүмкіндік береді. Одан кейін SSH кілттер егер бізде болатын болса, оны бірден импорт жасауға болады. Алайда біз қазір SSH кейді кейінірек жасаймыз, генерация жасаймыз. Одан кейін бізде қазір қажет SSH кей жоқ, сондықтан done нүктесін басамыз. Енді бізге не дейді мына жерде? Қосымша осы сервермен бірге сервер environmentке қажетті жаңағы популярный жиі қолданылатын пакетждер, бағдарламалар бар дейді. Егер қаласаңыз, соларды таңдаңыз. Одан кейін space нүктесін басып, осы керегін өзіңізге таңдаңыз дейді. Және enterді бассаңыз, осы пакеттер орнатылады дейді. Жарайды, оқып көрейік қандай пакеттер. Мысалы, Canonical, бұл Kubernetesке арналған екен пакетждер. Төмен қарай түсеміз. Бұл жерде Nextcloud сервер дейді. Одан кейін Open Source Kanban дейді. Canonical Live Patch Client дейді. PowerShell орнатсақ болады. Так, Google Cloud SDK, Keep Alive, Prometheus. Яғни Ubuntu сервері негізі өте керемет және көптеген пакеттерді орнатуға болады. Алайда біз бұлармен жұмыс жасамаймыз әзірге деп санайық. Бізге керек пакеттерді болашақта ешқандай проблемасы орнатып алсақ болады. Сондықтан мен төмен қарай түсемін, ең төмен қарай сөйтіп done нүктесін басамын. Міне бізде қазір
сервер орнатылу процесі жүруде. Мен бұл жерде тағы бір нәрсе айтайын, видеоны мүлдем кесіп жатқан жоқпын, яғни барынша кесу жоқ бұл жерде. Сондықтан барлық процесс жаңағыдай лайв сияқты болды. Егер сіздер де орнатсаңыздар, сіздерде де осындай процесстер жүреді. Жоғары жағында міне назар аударыңыздар, міне мышкам менің жарайды виртуалды машинаның ішінде әзірге істеп тұрған жоқ, бірақ сол жақ жоғарыда installing system, ең төменгі жағында acquiring and extracting image from дейді, temporary, яғни уақытша папкілер жасады. Сол жердегі кэштегі файлдарды қазір маунтинг жасап, операциялық жүйені орнатуда, Ubuntu'да. Так, кішкене тағы да күтейік. Installation complete, орнатылу аяқталды. Бір нәрсе айтайын дегенім, тағы қараңыздар, ескі серверлік жүйе болсын, компьютерлік жүйе болсын, ол жерде уақыт өткен сайын SSD болсын, hard disk болсын, кішкене баяулайды, бұзылады, нашарлайды, жалпы уақыт өте келе. Сондықтан ескі құрылғыларды енді арзан болса да, мүмкін болса алмай, жаңасын алған негізі жалпы дұрыс. Reboot now нүктесін басамын, rebooting кетті, виртуалды машина қазір перезагрузка жасалынады. Так, мұнан кішкене ары-бері жылжытайық. Так, оқимыз. Failed unmounting, CD-ROM-ды шығарып тастай алмай қалдық дейді. Онда мен escape нүктесін басамын. Мына жерде қазір былай жасаймыз. Virtual машинаға келеміз. Мынаны жауыз сақтап болады. Одан кейін, мына жерде міне көрсетіп жатыр, қанша диск жүктелгені, анау. Бізге CD-DVD-ға келеміз. Дискіні алып тастауымыз керек. Так, connected yes дейді. Так, үстінен басайық. Select disk image, жоқ қажет емес. Так, виртуалды машина. Edit нүктесін басайық. Edit settings, CD-DVD drive. Міне, connected at power on, біз оны алып тастаймыз. Save нүктесін басамыз. Енді виртуалды машинаның үстінен басайық. CD-ROM-ды алып тастаңыз, одан кейін Enter басыңыз дейді. Enter нүктесін басайын. Так, Enter-ді басудамын. Енді қайтадан перезагрузка кетті. Ubuntu сервер 25-ші болып жаңартылып кеткен екен. Жарайды, мен оны 24 деп атап қойдым. Енді логинді енгізейік. Бізде ол аты. Так, мұнан экранды кішкене кішірейтейік. Басында осылай кішкене ыңғайсыздау болуы мүмкін. Яғни біз ұзақтан SSH-пен немесе Windows операциялық серверлік машиналар болса, RDP-мен қол жеткізгенше кішкене осындай қиындықтар туындайды. Так, мұнаны былай жасақ болады қазір. Бұны жаңа консоль терезесінде аш дей салайық. Сосын мынаны кішірейте салсам да болады. Міне, бізге тек қана осы бастапқы кіріп алу процестерін орындау керек. Міне, енді көрініп тұр. Login big. Enter нүктесін басамын. Бастапқы осылай бірінші қосылған кезде қиындау болады. Одан кейін SSH-ті жаңа удаленный доступ алғаннан кейін ешқандай қиындық болмайды. Так, біз кірдік. Программа операциялық жүйенің IP адресі тұр. Так, қараймыз. Және SSH-ті қолдануға тырысайық. Достар, былай жасайық. Міне, осы виртуалды машинаға қазір мен сырттан SSH-пен қосылуға тырысып көрейін. Command Prompt'ты ашамын. CMD Command Prompt Run as Administrator. Yes, одан кейін SSH Big User. Мына жерге мен IP адресті жазамын. Оны қазір тағы да жасырып қоямын. Бұл жерде статикалық IP адрес, белый IP адрес. Сіздерде ішкі желідегі Ubuntu сервер, мысалы локальный сетьтегі желі болса, соның IP адресін жазып та SSH-пен қосыламыз. Так, сіздегі жаңағы мынау аутентификация үшін қажетті кілт fingerprint табылмады дейді. Сіз оған сенімдісіз бе осы серверге дейді. Мен сенімдімін, сондықтан S нүктесін басамын. Парольді енгізіңіз дейді. Қазір так, парольді енгіземін. Міне, бізге қазір Big Server Ubuntu 24.01 деген
виртуалды машинаға ұзақтан қосылдық. Енді бұл жерде не істеуге болады? Так, ls means LA point working directory. Яғни мен home big-та тұрмын. Яғни Ubuntu серверге қосылдық. Енді бізде Ubuntu сервер бар, және оның IP адресі статикалық. Енді VPS деген тағы да бөлік сабақ жазатыныма сендім. Virtual Private Server. Жалпы міне бізде енді виртуалды Ubuntu машинасы пайда болды. Біз бұл жерге кез келген жаңағы серверге почтовый сервер жасасақ болады. Ол жерге WireGuard VPN-дарды тексерсек болады. Одан кейін OpenVPN, басқа кез келген программалар, мысалы серверлік машиналар Apache, Nginx орнатсақ болады. Бұны веб-сервер жасасақ болады, Python орнатсақ болады, PostgreSQL орнатсақ болады. Жаңағы осы Ubuntu Linux серверді орнаттық. Ең бастысы, енді бұл жерде кез келген жұмысты осылай SSH-пен жұмыс жасай берсек болады. Мысалы, мен қазір мына жерде exit жазып шығып кетейін. Одан кейін тіпті мен мысалы басқа компьютерге келейін. Мысалы, бұл компьютер тағы да басқа жерде орналасқан. Яғни мен қарап отырсаңыздар, енді бір-бірінің ішіне кіріп кетіп отырмын. Бірақ мен сыртта орналасқан бір компьютерге келсем, және SSH big мысалы 31 міне сырттан кез келген жерден қосылуға әрекет жасасам, қазір бұл жерде кішкене бір қызық ақпараттар шығуда. Тексеріп көрейік. Так. Ubuntu'ды тез біреулер бұзып тастады деп сенбеймін. Так. Бұл жерде беріп тұрған ескертуі, яғни қараңыздар, бұл жерде SSH key, яғни мен бұл жерде бізде басқа сервер орнатылып тұрған алдында, осы IP адресте, сондықтан кішкене өзгерістер болып, ескертулер жазылуда. Your remote host identification has changed дейді. It is possible that someone дейді, біреу өте жаңағыдай нашар нәрсе істеп жатыруы мүмкін дейді. Соның ішінде біреу ортаңызда eavesdropping жасауы мүмкін. Man in the middle attack, it's possible to host key has changed, just has been changed дейді. Жарайды, мынаны былай істейік, қазір мен көшіріп алайын. Енді бұл жерде сіздерге достар айтармын, статикалық IP адрес қолданғанда, public IP адрес қолданған кезде сақ болу өте маңызды. Яғни ол жерде қараңыздар, былай жасаймыз. Міне мына жерге мен мысалы келемін. Одан кейін Ubuntu сервер жазамын, ChatGPT-ға келіп жаңағы көшіріп алған біздің ескертуді қоямын. Енді бұл жерде қазір бұл өте бізге жаңағыдай ұрысып айтады, өте қауіпті жағдай болуы мүмкін деп. Сондықтан мен сіздерге айтатын нәрсе, мысалы статикалық IP адрес қолдансаңыздар, public static IP қолдансаңыздар, ол жерде қауіпсіздікті өте жоғары деңгейде болу керек. Ол жерде міндетті түрде жоғары деңгейдегі firewall, немесе Linux-тың C-Linux сияқты firewall-дары, Mikrotik, немесе pfSense, кез келген мықты firewall болу керек. Енді ChatGPT-ға жіберіп көрейік, не дейді екен ChatGPT қазір айтады. Бұл жерде айтып тұр, SSH host key жаңағы IP адреске өзгертілді дейді. Соңғы рет орнатылған, сондықтан Windows сізді man in the middle attack қорғап тұр. Оны қалай сәтті орнатуға болады дейді. Сіз осы ақпаратты беріп тұрған папкаға барыңыз дейді. Одан кейін сол жерде кішкене өзгерістерді жасаңыз дейді. Яғни бір рет өшіріңіз, одан кейін қайтадан қосылыңыз дейді. Мына жерде IP адрес көбінен көрсеткендіктен мен оны бұл парақшаны жаба салайын, бірақ сонда ескерту жасаудыр. Жарайды, бұл жерде аса қатты бұзылып қалған ешнәрсе болмады деп ойлаймын. Болған жоғына сенімдімін, бірақ сіздер статикалық, пабликалық IP адрестерді сыртқа шығаратын болсаңыздар, әрине сақ болғандарыңыз дұрыс, оны ескерту керек. Енді тағы неге келеміз? Мына жерде SSH қосылдық. Жарайды, достар, бұл жерде біз Ubuntu'ды қосылдық. Оның қауіпсіздігін келесі сабақтардың бірінде қарастырайық. Бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.